Ай қызау, маған қарызға ақша бере тұрш, қазір бір нөмір жіберем, соған салып жіберсең болды. Дәл осындай хабарламалар немесе жұмыстан келген қоңыраудан соң ақшаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Бір әйел дәл осылай 2 миллионын жоғалтты. Оқиға қалай болды? Әйелге бұрынғы жұмыс орнынан қоңырау шалғандай болып кадр бөлімі юристі оның жеке ісін алып кеткенін хабарлаған. Оған қосымша ақпарат алу үшін телефон нөмірде берілген. Содан кейін өздерін заңгер деп таныстырған адам әйелді интернет алаяқтыққа байланысты топқа кірген деп сендірген. Ол қоңырауларға құқық қорғау органы мен банк қызметкерінен жауап беруді ұсынған. Алаяқтар әйелді әбден сендіріп, үшінші тұлғалар оның банк шотына қол жеткізгісі келеді деп түсіндірген. Ақшасын қорғау үшін барлық жинақтарын қауіпсіз шотқа аударуға да сендірген. Сол жолы әйел алаяқтарға сеніп, 2 миллион теңгеден астам қаражатын аударған. Қандай да бір белгісіз немесе өзге адамнан келген қоңыраудан абай болу керек. Тіпті қазір алаяқтар сіздің туысыңыз болып жазып, қаражатыңызға қол жеткізуі ықтимал. Сақтықта қорлық жоқ екенін әрдайым ескерген жөн.